Мен Құлымбетова Айшолпан, Ибраим Юсуп атындағы Дөрөтушілік мектебінің Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті пәні оқытушысымын. Мен өзімнің сөздерінде Ибраим Юсуптың мына қосық қатарларымен баслауды мақұл таптым. Өмір ізленуден тұрса ітімал, ізленемен күндіз қолымда шырақ, ізлесең табарсаң дегенде сөз бар, дұрысына дұрысын сынап көрмедім бірақ. Демек, өмір ізленуден ібарат. Әлбетте, Ибраим Юсуп бұл жерде қате айтқан емес, біздерге ақыл насихат беріп кеткен, дұрыс бағдар беріп кеткен. Оның әрбір сөзі нақыл-мақалға айланған, афоризмге айланған. Халқымыз арасында оның сөздері хәмеше жасайды. Мен осы жерге Қарақалпақстан Республикалық педагогикалық шеберлік орайына бір ай давамында өзімнің білім дәрежемді рауажландыру үшін оқуға келдім. Курс давамында біздерге жоғары мағлұматқа ие, жоғары дәрежелі профессор оқытушылар білім беріп келмекте. Әлбетте біз оқытушылар өздеріміздің білімімізді арттырып, жаңаша технологиялардан хабардар болып баруымыз шарт. Бұл заман талабы. Себебі мектептен рауажлануды әлбетте мектептен бастауымыз керек. Мектептегі білім күшлі сапалы болса, келешекке нық қадамдарымызды тастай аламыз. Соның үшін мектептен бастау керек болған үшін әрбір мұғалім, әрбір оқытушы өзінің білім дәрежесін еледе рауажландыру керек. Юсуп Хасағажиевтің тілі сөзіменен айтқанда инсан екі түрлі болады. Біреуі үйренуші, біреуі үйретуші. Біз һәм үйренушіміз, һәм үйретушіміз. Үйренуші болып бола тұра заманауи технологияларды үйреніп, оқушыларға сабақ беруді, жаңасы жантасуды үйренеміз. Әлбетте бізде оқушыларға сабақ бере алмаймыз, оқыта алмаймыз деген пікірден жырақпыз. Бірақ заманға сай жаңа технологияларды меңгерген халда жаңаша жантасып, оқушылармен жақсы істесе алу жолдарын біздер әлбетте жоғары дәрежелі профессор оқытушылардан үйренеміз. Бұл оқу орайына келіп мен оқушылармен жеке істесуді, жаңа технологияларды, жаңа методларды үйрене алдым. Өзімнің білім дәрежесімді бұрынғыға салыстырғанда рауажландыра алдым деп айта аламын. Инсан хәмеше рауажланып бару керек, бір жерде тоқтап қалмау керек. Мен бұл жерге келгенімнен жүдә миннетдармын. Бір ай давамында өзімнің білім дәрежемді рауажландым, дос арттырдым, жақсы ұстаздармен бір партада отырып пікір алыстық. Яғни пікір алысу барысында, коммуникация барысында да өзімнің білімдерімді жетілістіріп бардым. Себебі инсан екі түрлі жолмен рауажланады, пікір алысады, білім алады. Президентіміздің мынандай гәплерін естігім келеді. Ең текарғы байлық бұл білім. Ең текары қамбағалық бұл білімсіздік, ал ең текарғы мирас бұл тәрбие. Біздер оқушыларға ең текарғы мирасты тәрбияны берер екенбіз. Ең текарғы байлықты да беріп, ең текарғы қамбағалықтан құтқарамыз. Хәмеше ізденуден тынбай, еліміздің рауажы жолында оқушыларды тәрбиелау жолында тынбауға әрекет етеміз. Бұл оқу орайына жүдә шексіз миннетдармын. Алған мен өзіме жүдә жақсы дәрежедегі білімдерді ала алдым деп шын кеуілімнен айта аламын.